Мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі мақсаттарын айқындап берді. Олардың кейбіріне тоқталып өтетін болсақ, бірінші бағыттардың бірі бұл ауыл шаруашылығын дамыту, қолдау. Біздің мемлекет тарапынан осы бағытқа түрлі ынталандыру жұмыстары жасалып келе жатыр. Мысалы, агроөнеркәсіпті биыл дамытуға мемлекет тарапынан 700 миллиард теңге бөлінеді деп жоспарлануда. Қазіргі кезде бұл саладағы өзекті тақырыптардың бірі бұл рентабельді дәнді дақылдарды өсіру. Себебі ауа райының өзгеруіне байланысты олардың өсіру кестесі, оларды жинау тәртібі барлығы өзгеріске ұшырап жатыр. Сол өзгерістерге шаруа иелерін бейімдеу, оларға қолдау көрсету өте маңызды бағыттардың бірі. Ауыл шаруашылығының тағы да бір келесі ауқымды жұмыстардың бірі ретінде біз ауылды жерлерде өмір сүретін ауылды жерлердегі азаматтарға қолдау көрсету. Олардың өз кәсібін бастау үшін мемлекет өз тарапынан түрлі субсидия бөліп жатыр, жеңілдетілген несие беруде. Егер де ауыл тұрғыны қандай да бір кәсіппен айналысам дейтін болса, оған мемлекет өз тарапынан барынша қолдау көрсете алады. Мысал ретінде су үнемдеу технологияларын енгізуге қатысты айтып кетуге болады. Егер де ауыл азаматы осындай технологияны өзінің егістігінде енгізгісі келетін болса, мемлекет өз тарапынан соған кеткен шығындардың қандай да бір көлемін өтеуге дайын. Ол қолдау 20%-80%-ға дейінгі аралықты қамтуы мүмкін.